облысымызға мемлекет басшысының кеңесшісі Отарбаев Мәлік Нұржанұлы құқық қорғау органдарымен арнайы кездесу үшін іс-сапармен бізге келіп отыр. Мәлік Нұржанұлы, Түркістан өңіріне қош келдіңіз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Түркістан қаласына ерекше мәртебе беру туралы заңға қол қойылды. Түркістан тек қана Қазақстанда емес, бүкіл түркі әлемінің рухани, мәдени және тарихи орталығы ретінде қалыптасуда. Мемлекет басшысы 2023 жылы ұлттық құрылтайдың екінші отырысын Түркістан қаласында өткізген бәрімізге мәлім. Себебі Түркістан қаласы қазақ еліне орны ерекше. Армысыздар, қадірлі түркістандықтар, құрметті офицерлер, ардақты тәртіп сақшылары. Баршаңызға ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сіздерге арнайы жолдаған сәлемі мен зор ықыласын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Түркістанда қызмет ету шын мәнісінде бәрінің бұрын бүкіл Қазақстанның барлық аймақтарына үлгі болатындай дәрежеге жеткізу бұл біздер мен сіздердің басты міндетіміз. Егер біз жауынгер болып дүниеге келген болсақ, егер біз Қазақстан азаматы ретінде, тәртіп сақшылары ретінде, бүгін заң мен тәртіп дейтін президентіміздің негізгі қағидатына, осы қағидатқа, осы ұстанымға сай өзімізді бар жаратылысымызбенен, болмысымызбенен, күш-жігерімізді салып, осы бағытта жұмыс істеп қызмет етіп отырса, не үшін? Әрине, ең бастысы бұл елдің қауіпсіздігі, мемлекеттің қауіпсіздігін сақтау мақсатында. Біздің ардагерлер кеңесі, полиция департаментінің жеке құрамы, көршілес төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері, ұлттық ұлан қызметкерлері келіп отыр. Осы жеке құрамымыздың барлық атынан сізге үлкен рахметімізді білдіреміз.